Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай әдемі безенің рецептімен бөлісемін. Бізге керек ақуыз, қант ұнтағы және краситель. Ыдысқа ақуыз бен қантты араластырып, водяной баняға қоямыз. Ыдысымыз суға тимеу керек, араластыра отыра қант ерігенше пісіреміз. Қанттың ерігенін осылай қолмен ұстап көрсеңіздер болады, яғни қасықтан кішкене ақуызды алып, екі саусақтың арасында қант крупинкалары болмау керек. Қант еріген соң бірден ыдысты водяной банядан алып, миксерлеп бастаймыз. Миксердің ең баяу жылдамдығынан бастап 2-3 минут сайын жылдамдығын көтере бастаймыз. Шамамен 10-15 минут уақыттарыңыз кетеді. Ақуыз осылай тығыз, өз формасын жақсы ұстап тұрса, дайын болды деген сөз. Кемінде 15 минут миксерлеу керек. Сол кезде безі өзінің формасын жақсы ұстайды. Енді қант ұнтағын қосып, тағы 1 минут миксерлейміз. Менде красительдің қызғылт түсі. Сіздер өздеріңізге ұнаған кез келген түсті қолдана берсеңіздер болады. Немесе 2-3 түсті араластырып жолақтар жасасаңыздар да болады. Ақ түсті безе қылсаңыздар да болады. Өте әдемі шығады. Мен осылай 3 түрлі безе жасадым. Біреуі ақ, біреуі қызғылт, біреуі осылай ақ безе, бірақ қызғылт жолақтармен болды. Видеода көрсетілгендей краситель мен кондитерский мешоктың әр жеріне жағып шығамыз. Сол кезде ақ безеге өзіңіз жаққан түс жолақтар болып шығады. Безенің жартысын осы кондитерский мешокқа саламыз. Қалған безеге красительді қосып, розовый түс жасадым. Противенге тефлоновый коврик немесе пергамент қоямыз. Кез келген насадкамен безелерді жасап шығамыз. Қызып тұрған пеште 70 градуста 2-2,5 сағат кептіреміз. Негізінде 70 градус пен 90 градус аралығында 1,5-2 сағат ішінде кептіреміз. Біздің әдемі безелеріміз дайын болды. Неше түрлі түсті безе жасауға болады. Кейін ол безелерді торт, пирог, тәттілерді әсемдеуге қолдансаңыздар да болады. Немесе тіптен шай ішуге, қонақ күткенде тәттілердің арасына қойсаңыздар да, тойбастар жасасаңыздар да болады. Керемет, қытырлап тұрады. Дәмі енді тәп-тәтті. Жасап көріңіздер. Лайк, подписки ұмытпаңыздар. Көп рахмет.